Сәлем достар, отбасы психологиясы каналына қош келдіңіз. Сіз әлі де тіркелмедіңіз бе? Тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Бүгінгі видео алдындағы видеоның жалғасы. Махаббаттың 5 тілін білдіруге кеңестер. Бұдан алдыңғы видеоды көрген болсаңыздар, біз махаббаттың 5 тілін қарастырып шыққан болатынбыз. Ал бүгінгі видео махаббат тілін қалай жеткізу керек екенін ойлап жүрген жандарға арналады. Яғни әрбір махаббат тіліне кеңестер ұсынамыз. Махаббаттың бірінші түрі сөздер немесе жылы сөйлеу. Кеңес: егер бұл тіл сіз үшін бөтен болса, және сіз шешендікпен ерекшеленбейтін болсаңыз, бірақ сіздің серігіңіздің махаббат тілі осы болса, айналаңыздағы адамдардың айтқанына, сөздеріне мұқият назар аударыңыз. Мысалы, сіз досыңыздың жұбайыңызға комплимент айтқанын естисіз. Есіңізде сақтап алыңыз. Бастық сіздің еңбегіңізді жоғары бағалайды және мақтады. Ол үшін қандай сөздерді қолданғанын тыңдаңыз. Кинодағы кейіпкерлер бір-біріне деген сүйіспеншілігін мойындайды. Бұл сіздің сүйікті адамыңызға арналған сөздік қорабыңызға да кіре алатын сөздік қоры болып табылады. Махаббаттың екінші тіліне кеңестер. Уақыт. Сіз бірге уақыт өткізіп, серіктесіңіздің көзіне тіке қарасаңыз, бұл байланыс орнатуға және сіз шынымен естуге және түсінуге дайын екеніңізді сезінуге мүмкіндік береді. Істеріңізге және телефон қоңырауларына алаңдамаңыз. Оларды біраз уақытқа қалдырыңыз, немесе алдын ала шешіңіз. Кедергі жасамауға үйреніңіз. Оның орнына серіктесіңізді, оның бет әлпетін, интонациясын, қимылдарын бақылаңыз. Бұл оны жақсы сезінуге мүмкіндік береді. Өзіңізге күш салыңыз және серігіңіздің хоббиімен бөлісуге тырысыңыз. Сіз рокты жақсы көресіз бе? Ал сіздің серігіңіз классиканы жақсы көреді ме? Онымен бірге концертке барыңыз. Тіпті балалық шақтағы музыкалық мектеп туралы естеліктер сізді ренжітсе. Махаббаттың үшінші түрі сыйлықтар. Материалдық шығындар. Бұл махаббат тіліндегі негізгі нәрседен алыс. Сыйлық сіздің қаржылық деңгейіңізге сәйкес келуі керек, бірақ басқа ештеңе жоқ. Сонымен қатар, әсерлі сыйлықты әрқашан өз қолыңызбен жасауға болады. Егер сіз жақын адамыңызға не беру керектігін білмесеңіз, сіз оның достарының немесе туыстарының кеңестерін пайдалана аласыз. Және бұл жерде сұрау, ұятты ешқандай нәрсе жоқ. Өйткені сіз қалаған нәрсе жағымды нәрсе жасау. Сүйіспеншілігіңізді серігіңізге көрсету. Махаббаттың төртінші түрі көмектесу. Егер сіздің серігіңіз үнемі ашуланшақ болып көрінсе, сізге шағым түсірсе және оның махаббат тілі көмектесу болса, серігіңізден 4 тармақтан тұратын істердің нақты тізімін жасауды сұраңыз. Әдетте бұл заттар өте қарапайым. Төсек жинау, шұлық лақтырмау, машинаны жуу немесе кейде ыдыс аяқты алып тастау. 2 ай бойы осы тармақтарды орындауға тырысыңыз. Мұны сіздің серігіңізге деген сүйіспеншілігіңіз үшін жасағаныңызды есте сақтаңыз. Және маған сеніңіз, нәтиже сізді күттірмейді. Махаббаттың 5-ші тілі жанасу, жақындасу. Біздің жанымыз денемізде өмір сүреді. Серігіңіздің денесіне қол тигізгенде сіз оның жанына да қол тигізесіз. 2 адам бірдей емес және сізге жағымды әсер ететін нәрсе сіздің серігіңізге мүлдем ұнамауы мүмкін. Оны тыңдаңыз, денесін зерттеңіз. Оған мейірімділікпен және құрметпен қараңыз. Одан кейін бұл екеуіңіз үшін де қызықты процесс болуы мүмкін. Қарапайым бір шыны кофе әкелген кезде қолыңызды иығына қойыңыз. Өтіп бара жатқанда белінен құшақтаңыз. Көлікке отырғанда серігіңізді сүйіңіз. Содан кейін ол өзін жақсы көретінін сезінеді.